Мен қазір просто нереально возмущена. Каспик KZ-қа менің осы видео обращением арналады. Мен қазір 1 сағаттан аса өзімнің Каспи шотымнан халық шотыма ақша аудара алмай отырмын. Менің шотымды ограничить тастаған. Ограничить кенде білмеймін. Короче, в общем, подозрительный запрос деп менеджер хабарласады. Сіз не үшін ақшаны аударайын деп жатырсыз дейді. Мен айтам, сіздің қатысыңыз не? Мен өзімнің ақшамды өзімнің картама ауыстырғым келіп тұр. Өзімнің нуждама необходимость емес. Жоқ, сіз не үшін аударасыз дейді. Мен айтам, сіздің шаруаңыз не? Мен өзім білемін. Мен отчет жасауға міндетті емеспін. Бұл менің ақшам десем, жоқ, сіз айту керексіз дейді. И мен айтам, мен мамама аударғым келіп тұр десем, мамаңыздың аты жөнін айтыңыз дейді. Сіз халықтан аударасыз дейді. Мен айтам, мамамның Каспи жоқ деп десем, аты жөнін айтыңыз, біз тексереміз дейді. Какое вы имеете право тексеруге? Мен өз ақшамды өзімнің Каспиімнан халыққа аудара алмай отырмын. И қазір менеджермен сөйлесем, гидпен сөйлесем, сөйтіп мен бір оператор сөйлеседі, настолько ужасно сөйлеседі, потом жаңағы телефонмен сөйлесіп жатырмын. И мені выводить еді ғой. Давайте. Мен айтам, сіздің шаруаңыз қанша десем, сіздің шаруаңыз қанша дейді ғой маған. Мен қазір, мен блогермін дедім, мен қазір салам дедім да, Каспиді отмечать етіп салам дедім. Сала беріңіз дейді. Мен айтам, сіз қандай подозрительный ситуация болуы мүмкін дедім. Мен, если, ладно, мен бір киви кошелек аударсам, какая разница, киви аударасыз ба, қаққа аударасыз. И осылай сөйлесіп тұр ғой, мен менеджер Альмира деген қыз. Нагло, представляете, нагло. Мен аудармаймын дейді. Білмеймін, бұлардың запистарын тексеремін, мен уже аяқ жағында боқтадым, мен шын айтайын, потому что мені выводить етті, потому что менің өз ақшамды өзімнің шотыма аударғызбай тұр мыналар вообще. Какое имеют право? Кезе киген әдемі образымдағы шарф осы барлығы ручная работа, көріп тұрған шығарсыздар, және бұны да тоже өзім жасағанмын. Жаңа Айдана сұраған еді ғой сатып алуға. Үйде де менде тағы дәл осындай бар. Қазір бір штук қана қалып тұр, дәл осы түстен. Мен сіздерге қазір бағасын айтамын, бірақ сіздерге бұның құндылығын айтып кеткім келіп тұр да. Енді әрбір ұлттың өзіндік осындай бір ерекше киімдері өздеріне бір рух сыйлайды деп ойлаймын. Сол себепті бұны бағалайтын жан, түсінетін жанға шынымен де өте керемет бұйым болып табылады. Негізі оюларымен өте ерекше және ешқандай жерде ешқашан қайталанбайтын эксклюзивті бұйым сіздерге айтып тұрмын. Қазір мен 20 мың деп қояйын, бірақ давайте біз аукцион сияқты жасайық. Кім 20 мыңнан бастап, яғни еңбегін, шығындарды есептегенде 20 мыңнан жоғары бағаны кім көбірек ұсынады, ең көп ұсынған адамға осы шарф сатылатын болады. Давайте өздеріңіз қалаған әжелеріңізге, мамаларыңызға сыйласаңыздар да болады. Немесе жас қыздар да бүгінгі менің образымдағыдай арнайы стильдеріңізді құрап жасасаңыздар болады. Міне үстіңіз келген кезде өте әдемі, богатый той жиындарға барсаңыздар ұялмай киіп көрсете аласыздар. Әр жұмыс, осындағы әр жұмыс кәдімгідей бірнеше уақыттық еңбекті талап еткен, сондықтан сіздерге бұның енді бағасын түсінген жандар бағалап, мен точно алам деген адамдар болса, қазір мына жерге ячейка қалдырып кетем. Өзіңіздің бағаңызды, мысалы 70 мың алам немесе 100 мың алам деп, астына телефон номеріңізді қалдырып кетсеңіз болғаны. Мен сіздерге қазір отчет саламай жатырмын, өйткені түннің жарымында мен КТ іздеп жатырмын. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын жағыма удар тиіп, и ол перелом болып, мен оны емдетпегенмін ғой. И сол енді шығып жатыр. Қазір енді сол жаныма батып жүргеннен кейін түннің жарым болса да КТ іздеп отырмын.